Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз ешкі сүтінің адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіз. Қойдың сүті қорғасын. Ешкі сүті ем деп келген қазақ халқы ешкі сүті адам ағзасына пайдалы екендігін өте ерте замандардан бері білген. Ешкі сүті А, С, Б, Д, Е дәрумендері және басқа да микро және макроэлементтер қорының қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы өнім. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ешкі сүтінің аллергияда қолданылуы. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтындығы бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиырдың сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ сүт сіздің ағзаңызға қажет. Ойлап қамығудың қажеті жоқ. Оны 100% алмастыра алатын өнім ешкінің сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруде ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан да адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып сіңетіндіктен түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қоса, ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысына өте қажет. Ешкі сүтінің сүйекке пайдасы құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы дәрумендер қорының жеткіліктілігі. Сондықтан да дәрігерлер балаға 1 жастан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл киелі жануардың сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стақаннан ішіп тұрса, сүйегі бітіп, қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Ешкі сүті ішек дисбактериозында. Ішек микрофлорасының балансы бұзылғанда ешкі сүтінен жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан да бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационына енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында ешкі сүтінің пайдасы. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті шипалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке де ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтімен жүргізілетін мынадай ем көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стакан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін кешке дейін ұрттап 2 стакан сүтті тауысуға жет. Емдік курс 21 күн жүргізіледі. Ешкі сүті диатез дертінде. Қазіргі кезде көптеген балалар мен олардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатынын ата-аналар жақсы біледі. Ал бұл дерттен ешкі сүтін ішіп біржолата арылуға болады. Дәрігер педиатрлардың анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан да балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі дерттің алдын алған дұрыс.
Ұйқы безінің қабынуына. Ешкі сүтінің ұйқы безінің қабынуында, яғни панкреатит кезінде де пайдалы екендігі дәлелденген. Бұл дертке шалдыққан науқас 0,15 стакан шикі сүтті тамақтың алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Қант диабеті дертіне ешкі сүтінің пайдасы. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі күніге әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішуге кеңес береді. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек ішпеуіңіз қажет. Ешкі сүтінің қатерлі ісікке пайдасы. Ешкі сүті қатерлі ісік ауруының алдын алып, оның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммунды жүйені қатайтады. Халықтық медицина мынадай емдік тәсілдер ұсынады. Ешкі сүті жүкті аналарға. Ешкі сүті құрамындағы дәрумендер, микро және макроэлементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ал сүт құрамындағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ана тістерінің түсуін және тырнақтарының сынуын болдырмайды. Емізулі анаға ешкі сүтінің пайдасы. Емізулі ана күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, онда ағзасымен қоса баланың ағзасын дәрумендер қорына байытып, жаңадан қалыптасып, дамып келе жатқан сүйектерін қатайтады. Сондай-ақ, ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қаназдық дерті мен дәруменнің жеткіліксіздігінен сақтандырылады. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге. Ешкі сүті майлы болғанымен ол ағзаға май жинамайды. Ал құрамы дәрумендерге өте бай бұл сусын диета ұстап жүрген адамның ағзасын түрлі дәрумендермен қоректендіреді. Ешкі сүті косметологияда. Косметологияда да өз орнын тапқан ешкі сүті терідегі түрлі бөртпелер мен дақтарды кетіруге табиғи тазартқыш құрал болып табылады. Сонымен қоса ол теріні ағартып, шаштың түсуін тоқтатады. Ол үшін әр шашты жуған кезде ешкі сүтімен шайып тұру керек. Жүрек ауруына ешкі сүтінің пайдасы. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде B12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан-тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Осыдан бөлек ешкі сүті жайлы бірнеше қызықты ақпаратты айта кетейік. Ешкі сүтінен немесе оны қосып ашытқан өнімдердің пайдасы да мол. Швейцарлық сиырлардың атағының құпиясы сиыр сүтіне ешкі сүтін қосып жасауында болса керек. Йогурт секілді танымал өнім ешкі сүтінен шыққан. Профессор Мечников ешкі сүтінен жасалған болгар йогуртынан емдік лактобациллинді бөліп шығарды. Қорыта айтқанда, ешкі сүтін химиялық құрамына сай пайдалы тағам өнімдеріне жатқызуға болады. Халықтың жаппай тұтынатын өнімі ретінде түрлі жас топтар арасында қолданылуымен қатар, ешкі сүтінің түрлі аурулардың алдын алу шараларында да тиімділігін ескерген жөн. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.